Қайырлы күн. Менің есімім Дүрия, сіздің есіміңіз? Дана. Қазір мен сізге сұрақтар қоямын, соған жауап берсеңіз. Жабық көзбен нені көруге болады? Дүниені? Қандай дүниені? Ішкі дүниемізді. Қазір жүм көрсей ма? Жоқ, көріңіз, жүм, өзіңіз үшін. Жарайды. Ештеңе көрген жоқ. Ештеңе? Көзіңіз жабық кезде түс көресіз. Точно. Не көрдіңіз? Ештеңе көрмедім. Не көруге болады демек? Қараңғыда. Қызыл теңізге ақ орамал салса не болады? Борщ. Немене? Борщ. Қызыл теңізде сметана. Вот это поворот! Қызыл теңізге ақ орамал салса не болады? Қызыл теңізге Ақ орамал салса не болады? қызыл болатын шығар. Қызыл теңіз атауы ғой. Орамал су болады. Қызыл орамал. Теңізге орамал салса су болады ғой? Бәрекелді. Бауырсақ ертегісін білесіз ғой, ә? Білемін. Бұл ертегінің желісі бойынша үнемі бауырсақ әжеден қашып кетеді. Бірақ бұл жолы бауырсақты пісіріп, терезенің алдына қойып, қайтадан бір айналып кетсе, әлі орында тұр. Неге бауырсақ қашпаған? Үйдің алдында ешкім болмайды. Әжесі келіп тұр міне. Қашпапты бауырсақ, неге? Бұл жолы бауырсақты пісіріп, қайталаңыз. Бауырсақты пісіріп, терезенің алдына қояды, тура сол желідегідей ертегінің желісі бойынша барлығы. Тек бауырсақ бұл жолы қашпайды. Неге? Басынан қойшы сұрақ. Өткен қашатын қолайы жоқ қой. Білмедім бұл. Өйткені ертегіде бауырсақ домалақ айналып жүреді. Ал бұл жолы 4 бұрышты бауырсақ әзірлепті. Сол себептен ол қаша алмайды. Оскара! Қандай теңізге батып кете алмайсың? Тұзды. Неге тұзды? Итереді сені өткенде. Ана уже физика хватар. Ал қандай теңіз тұзды? Бүкіл. Инстаграмдан ше, өлі теңізге адам батпайды. Себебін оқымадыңыз ба? Бір газ ба, бірдеңе шығады ау астынан. No! God, please, no! No! Сәлеметсіз бе? Ойын ойнайықшы? Ойын ойнайық бірге. Логикалық сұрақтар қоям, сіз жауап бересіз. Келісесіз бе? Рахмет. Сәлеметсіз бе? Ойын ойнауға қалай қарайсыз? Сәлеметсіз бе? Ойын ойнауға қалай қарайсыз? Рахмет, кешіріңіз. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, енді сенен де қаш кетем. Рахмет көп. Алматы телеарнасынан көріңіз. Рахмет.